Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бағытты бағдарлау, тура және кері геодезиялық есеп. Дәрістің жоспары шынайы азимут, магниттік азимут, дирекциондық бұрыш және румбтың не екендігімен танысатын боламыз. Сондай-ақ кері және тура геодезиялық есепке тоқталатын боламыз. Жердегі сызықты бағдарлау дегеніміз оның бағытын бастапқы бағыт арқылы табу болып табылады. Сызықтың бағытын анықтайтын бұрыштар ретінде шынайы азимуттар, магниттік азимуттар және дирекциондық бұрыштар қызмет етеді. Осы бұрыштар бастапқы бағыттан бастап сағат тілінің бағыты бойымен 0 градустан 360 градусқа дейін өлшенеді. Тек бұлардың бір-бірінен айырмашылығы бастапқы бағыттың әртүрлілігінде. Шынайы азимут деп сағат тілі бағыты бойымен бастапқы, яғни географиялық меридианның солтүстік бағытынан осы белгілі бір бағытқа дейінгі есептелетін горизонталь бұрышты айтамыз. Ал магниттік азимуттар компаспен немесе буссольмен өлшенеді. Магниттік азимуттан шынайы азимутқа көшу үшін магнит тілінің бұрылуының шамасын және атын білу қажет. Магнит тілінің бұрылуын кейбір жерлерде магнит тілінің ауытқуы деп атайды. Ал оның атына келетін болсақ, егер, келесі слайдта суретте көре аламыз, егер магниттік меридиан бастапқы географиялық меридианнан батысқа қарай бұрылса, бұл батыс бұрылу, ал шығысқа қарай бұрылса, шығыс бұрылу деп аталынады. Егерде біз магниттік азимутты анықтап, магниттік бұрылудың шамасын және жаңағы айтқандай атын білетін болсақ, онда біз шынайы азимутты таба аламыз. Жалпы жер бетінің әрбір нүктесінде магниттік бұрылудың шамасы әртүрлі және 500 жылға жуық кезең ішінде магнит тілі өзінің орнынан шамамен 22,50 градусқа екі жаққа ауытқиды. Демек, сызықты магниттік меридиан бойынша бағдарлау тек қана жер бетінің шағын учаскелерінің пландарын жасаған кезде ғана қолданылады. Бұл суретте сіздерге магнит тілінің сызбасы, магниттік азимуттың сызбасы, ескі компастар, жаңа компастар және буссольдің суреті берілген. Буссоль бізде теодолитке бекітілетін құрылғы. Карталар мен пландарда координаталардың зоналық жүйесінде жасаумен байланысты геодезияда дирекциондық бұрыш жиі қолданылады. Дирекциондық бұрыш дегеніміз осьтік меридианның солтүстік бағытынан немесе абсцисса осінің оң бағытынан сағат тілінің бағыты бойымен осы бағытқа дейін өлшенетін горизонталь бұрышты айтамыз. Ось бұл жердегі, яғни басқалардан, алдыңғылардан өзгешелігі ол осьтік меридианның солтүстік бағытынан басталатындығында. Ал осьтік меридианның не екендігінде келесі дәрістерде координаталар жүйесін өткен уақытта міндетті түрде тоқталатын боламыз. Әрбір сызықтың түрлі нүктелеріндегі дирекциондық бұрыш А азимутпен салыстырғанда тұрақты болып табылады. А бағытының альфа-АБ дирекциондық бұрышы тура, ал БА бағытының дирекциондық бұрышы альфа-БА кері деп аталынады. Яғни дирекциондық бізде бұрыш тура және кері болуы мүмкін. Олардың сызбасы суретте сіздерге көрсетілген. Нақты бір нүктедегі кез келген сызықтың шынайы азимуты мен дирекциондық бұрышының арасындағы айырмашылық осынау нүктедегі шын меридианның зоналық, яғни осьтік меридианмен жақындасуына тең. Бұны біз меридиандардың жақындасу бұрышы деп атаймыз. Меридиандардың жақындасу бұрышы, яғни меридиан мен осьтік меридиан немесе оған параллель сызық арасындағы бұрышты айтамыз. Бұл бұрыштың мәні нүктенің нөлдік меридианнан қашықтығына байланысты ауытқып отырады. Сіздерге төменгі формулада, яғни альфа бұл бізде дирекциондық бұрышты табу үшін азимуттан жаңағы меридиандардың жақындасу бұрышын азайту керек екендігін көрсетеді.
Ал егерде біз магниттік азимутты білетін болсақ, магнит тілінің бұрылуын оған қосып, және де одан меридиандардың жақындасу бұрышын азайтатын болсақ, онда біз дирекциондық бұрышты таба аламыз. Әрбір картаның төменгі бөлігінде сіздерге мынандай кесте түрінде осындай мәлімет беріледі. Бұл жерде сіздерге міндетті түрде бастапқы меридианның бағыты, магниттік меридианның бағыты, ол екеуінің арасындағы бұрылу бұрышы, сондай-ақ жаңағы бастапқы меридиан мен осьтік меридианның арасындағы бұрыш көрсетіледі. Олар міндетті түрде атаулары беріледі. Батыс немесе шығыс екендігі және міндетті түрде олардың жаңағы градустық мәндері беріледі. Сонымен қоса уақыт өте келе магниттік жаңағы бұрылу бұрышына түзетулер енгізіледі. Бұл жерде мысалға бізде 1990 жылы жасалынған карта болса, әрбір жыл үшін магнит тілінің ауытқуына енгізілетін түзету 0 градус 02 минутқа тең екендігі көрсетілген. Яғни міндетті түрде біз картаның шыққан жылына, міндетті түрде жаңағы картаның жасалынған жылына, сондай-ақ қазіргі біздегі уақытта болып жатқан жылды ескере отырып, міндетті түрде магнит тілінің ауытқуына түзетулер енгізу қажетпіз. Осымен әзірге дәрісімізді аяқтайық, және келесі ары қарата дәрісте сіздермен горизонталь бұрыштар мен дирекциондық бұрыштардың байланысы туралы жалғастыратын боламыз.